Құрметті тarbаяттар, 19 наурыз 2023 жылғы нөмір 4 сайлау округі бойынша сіздердің қолдауларыңызбен аудандық мәслихат депутаты мандатына ие болдым. 2024 жылғы барлық өткен сессияларға қатысып екеніне қатыспадым, денсаулығыма байланысты. Сайлауалды бағдарламаның орындалуына тоқталатын болсам. Қаңтардың 3 күні менің тарапынан түскен өтініш бойынша аудандық аурухана басшысы Елжан Манарбекұлына тұқылаулы тұрғыны Самал Смағұлованың жұмысқа бойынша заслушаниесіне бардым, бірақ жұмыс жоқ деген жауап берілді. 10 қаңтардың әлеуметтік желіде және азаматтардың Тарбағатай аудандық ауруханасы Тоғыл амбулаториясы ғимараты суық деген шағымдар түскен. Кейін аталған мекемелерді аралап шықтым. Сырттағы температура -4 болса, аудандық ауруханада бөлімдегі температура +20 градус болды. Одан жоғарыда болғанда. Палаталарда ыстық су жоқ, кейбір дәрі-дәрмектерді науқастар өздері сатып алатындығы анықталды. Мамандардың айтуынша жылдың басы, сондықтан кейбір дәрі-дәрмектер уақытында болмағанын кейін енді бұл зат болғаннан кейін ол қаңтарда емес, где-то ақпан айында келетіндігін айтты, өтті. Кейбір поликлиника жақта салтанатты кабинеттерінде, бөлмелерінде жылыту құрылғылары қосылып тұрды. Тоғыл амбулаториясында температура 20 болды, 20-дан жоғары болды. Ғимарат күрделі жөндеуді қажет ететіні көрініп тұрды. 5000-ға жуық халқы бар кентте тест дәрігері қажет ететіндігі көрінді. Енді қазіргі уақытта Бұдан облыстық мәслихат депутатының арқасында ПСД-сі жасалып, ақшасы уже осы жылға құйылды. Енді Тоғыл амбулаториясына күрделі жөндеуден өтетін болады. 15 ақпанда Facebook желісінде депутаттық есеп бердім. 14 ақпанда ауыл тұрғындарының жеке сұрақтары бойынша қабылдау өткіздім. 28 ақпанда күні қабылдау өткіздім. Ол жерде мына мәселелер қозғалған. Дәретхана тазалық мекемесін құру туралы және 2,5% кредит бойынша азаматтарға толық түсіндірілді. 30 наурыз күні тұрақты комиссияның отырысына қатысып, және денсаулығыма байланысты қатыспадым дедім ғой сессияға. Бірақ тұрақты комиссияның отырысына қатыстым. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссия құрамынан шығарылдым. Түйткілді мәселелерді көтеріп, қолдау таппағандықтан кішкентай қан қысымын көтеріп, түсте өтетін сессияға қатыса алмадым. Жедел жәрдем үйге шақырылды. Сол сессияға әртүрлі жағдаймен 5 депутат қатыспады. Қалған енді депутаттар, өзіміздің әріптестеріміз мән-жайына жетпей видео жолданды. Халыққа теріс жағынан көрсетті, негізсіз айыптап, және Facebook желісінде де басшылардың тарапынан айыптаулар жарияланды. Әлеуметтік саяси процестерді реттеуге қабілетсіз делінген. Қарап отырсақ, мәслихаттағы оппозициялық топ көпшілікке әдетте әлеуметтік экономикалық мәселелер бойынша өзгеше ұстаныммен сөйлейтін депутаттар ретінде ғана рөл ойнап, ал шын мәніндегі пиғылдары басқаша болуы мүмкін деген ойлар келді. Өз істеріне есеп бере алмайтын депутаттардың мандатын кері қайтарып алу керек делінген осындай Facebook желісінде посттар жазылды. Енді 30 күні өтпей қалған сессия 1 сәуір күніне ауыстырылды. Енді бұл сессия неге арналған болған? Бұл бюджеттің өзгеріске толықтырулар мен өзгерістер. Енді бұл бюджеттің кемітуге байланысты бекімей қалды деген теріс ақпарат халыққа берілді сол кезде. Келесі 13-ші жәнегі бір қабатты сессияда бір қабатты шығыс бағдарламасы бойынша салынған үйлердің бұл закупте әртүрлі бағада сатып алынған офтейк бағдарламасы бойынша осы туралы жәнегі мәселе қозғадым. Және суммасы әртүрлі болғанмен эскизді проект өзгерген жоқ болатын. Енді осындай сұрақтар қойылған. 15 сәуір Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасының басшысы Инесса Чернышованың жеке қабылдауында болдым. Мына мәселелерді
талқыладық. Соның ішінде Абай мектебіне оқушылардың тасымалы, шағын жинақты мектептердің робот техникасын кабинеттеріне жабдықтау. Енді Чернышев айтуы бойынша 24 жылы облыс бойынша 30 мектепке көлікпен қамтамасыз етіледі деген. Сол кезде айтылған Тарбағатай ауданына да бір көлік беріледі. Алайда ол жаңа көлік берілмепті және Ербол Жанбекұлына біліп отырмын, ол Әуезов атындағы Ақжар мектеп-интернат колледжінің Соляркамен жүретін автобусы беріліпті, бірақ бас тартылды дейді ол автобусы. Себебі бұл Соляркамен жүреді екен, қыста тұратын гараж болмағандықтан бұл бас тартыпты. 19 сәуір күні мәдениет үйінде 23 жылғы атқарылған депутаттық жұмысы бойынша есеп бердік. 17 сәуір күні депутаттық топ болып Қабанбай ауылдық округінің территориясында орналасқан Сенсин компаниясының жол салушы компанияның өкілдерімен кездестік. Жұмысшылардың жұмыс жағдайымен танысып, кеткен кемшіліктерді жоюға, бақылауда ұстайтынымызды ескертіп, және нөмір 6 учаскеде орналасқан уже ешқандай компания жоқ екен, далада сол бойы тастап кеткен ғой енді. Бұл және төгілген әртүрлі смазочный материалы дейміз ғой, солардың бәрі төгілген, бір бассейн сияқты тастардың бәрі қалтырылған. Енді былай қарасаңыздар, және экологияның нұқсан келтірген. Бірақ қазіргі уақытта 24 жылы бұл жерді мердігер өзіміздің Тарбағатайлық 2 миллионға сол жерді сатып алыныпты. Енді бұның барлығы экологиялық мәселе шешіледі деп ойлаймыз. 20 сәуір Карпент Маңырақ ауылында орналасқан Маңырақ ауылдық сельский округінде орналасқан және компанияның жұмысшылардың жағдайымен танысып қайтып, бұл депутаттық топпен тамақтану, ауыз су мәселесі, экологиялық жағдай және осымен танысып қайтты. 22 сәуір күні Карпент және басшылары, директоры өндірістік Михаил Андреевичпен, қауіпсіздік басшысы Аслан Мұхаммед Рахимовпен және Таинов Абин ағамен кездестік. Түрткі болған ол жәнегі біз барып қайтқан 21 сәуірдегі топтың кейін орнына кездесу барысында келесі мәселелер талқыланды. Соның ішінде бірінші, ол жүк көліктерінің салмағын өлшеу үшін кейін орнында автобеса орнату. Ол 24 жылы соңында автобеса ол жерде орнатылды. Кейін орнында экологиялық жағдайдың талаптарға сәйкестігі. Бұл мәселен әлі де себебі бізде полигон әлі специальный полигон жоқ, және смазочный материалдар дейміз ғой, отходтарға арналған. Сондықтан бұл мәселе әлі шешімін таппай тұр. Жаңалық ауылындағы айналма жолдың жағдайы, бентонит өнімдерін тасымалдауға арналған жүк көліктерінің талапқа сай болуы, себебі біз және аудандық бюджеттен, немесе республикалық, немесе облыстық бюджеттен жолдардың орташа жөндеуіне қаншама қаражат бөлінеді, бірақ фобалар деймізге, фобалармен тасымалданады, ол уже перевес болады, себебі оның басында оларда автовеса жоқ болды. Біздің мына Ақжардағы бар автовесаның өзі, лицензиясы бар жоғын бөлмейміз. Бұны дорожная инспекциямен тексере алады екен, полиция тексере алады екен, ол пока ана жаққа жеткенше оны тосып үлгере алмайды. Өз тарапынан және біздің полиция бөліміне неше рет шағым түсіріп, және фобаларды тоқтатып, түн ішінде штраф салынды. Себебі ол тек қана Ақжар ішіндегі жолдарды емес, мына және Ойшидағы асфальты жоқ жолдарды шаңдатып өтеді, қаншама тұрғындардың шағым түскен, және біздің өзіміздің Ақжардан Ақмектепке дейін жолдардың барлығын нұқсан келтірді. Одан кейін жаңалық бентонит. Маңырақ ауылындағы балалар ойын алаңын қоршауына демеушілік көрсету болған 5 миллион демеушілік жасаймыз деп уәде берген, алайда уәдеде тұрмады. Оның басшысы ауысып кетті. Ол кісіге және қаладағы компанияның офисына барып, ол кісімен кездесіп, және қандай бентониттен өнім алынатын бәрімен танысып айтқанбыз. Бухгалтерін шақырып, және служба безопасностьін шақырып, ол кісі айтты, не қағаздар жасалып жатыр 5 миллионға деп. И тағы да осы есесіне ол жәнегі Маңыраққа 5 миллион берілмеді, есесіне Жетарал ауылының ескі мектептің басқа мекемеге айналып тұрған ПСД-сына жасауға жәнегі қаржы бөлінген екен.
ол уже біздің акиматпен бірлесіп жасаған жұмыстары. Ақжар ауылына бентамин өнімдерін шығару цехын ашу деді. Ол болашақта жаңағы Абин ағамен сөйлескенде ертең біз осыны ашып жатсақ, онда қаншама жұмыспен қамтамасыз етіледі деді. Жұмысшылардың жұмыс уақыты, жұмыс орындарында тамақтану бөлмелерінің жағдайы. Біз барған кезде әрі еңбек кодексін алатын болса, еңбек кодексі бойынша 12 сағат әр күнде табельге қойылады, 12 сағат. Алайда жұмысшыларға 11 сағатпен ғана қойылған екен. Және тамақтанатын бөлмелері жағдайы келтірмеген, ауыз су мәселесі шешілмеген, және градус дейміз ғой, су бастауынан тасымалданған екен. Қазіргі таңда ана жолға не барып келдім. Қазіргі таңда жұмысшыларға асхана және ұйымдастырылған, және де өздеріне бірге тамақ әкелмейді. Тегін дейміз ғой, тегін тамақпен қамтамасыз етілген, тек қана бөлінген қаражатын налогтармен ғана взиматься етеді екен. Тегін тамақпен қамтамасыз етілді сол жұмысшылар. Келесі, Тарбағатай ауданы мектептерінде міне осы талқылаған сұрақтарымыз осы салаға қатысты мамандарды дайындау және қандай мамандықтар мектептерге және ақпарат кәсіпорын есебінен аз қамтылған көп балалы отбасыларға демеушілікпен немесе өздеріне грант бөлу сондай талқыланды. Енді оның бәрі болашақта, себебі олардың үлкен бастықтары және Ресейде отыр, Ресей компаниясы болғандықтан ол жерде де бір расчеттар жасалуы керек деді. Тагент Тарбағатай ауданында тіркеу жұмысы туралы болған, осы жерде бір-екі айда тіркелген, қазіргі уақытта тіркелді және налог біздің ауданға түсіп жатыр. Енді мамыр айында Ибраев Серваға, Дәуітбек Қорғауұлы мен бірге Ақжар ауылының іргесіндегі мал жайылымының өзен арнасының өрескел бұзылуынан көрдікке білесіздер, бірге барып көріп шыққанбыз. Аталған мәселе карьер болып кеткеніне куә болдық. Аталған мәселенің шешуін ауыл әкіміне тапсырылған болатын. Бірақ сіз айтқансыз, ешқандай біз карьер жасалмаған, бірақ қаншама 24 жылы салынған үйлер, ауыл тұрғындарының өзінің құрылысына құнның бәрін сол біздің қыр дейміз ғой, қыр жақтан өзен арнасы бұзылып, қазір барсаңыздар жүрегін ауырады. Табиғатқа үлкен нұқсан келтірілген, және де бұл водоохранная зона дейді, өзеннің маңайында ешқандай дүние жасалмау керек. Енді сол кезде біз назарға алып, өзіміз көрген, енді осы жылы бұл мен тағы да Тұрысбек Жарасаға айналысып ана жолы және мердігер, одан кейін спорт комплекс алып жатқан тоже мердігер тарапынан, одан ауыл акиматының тарапынан подручтер беріп, жерлер тегістеліп жатыр. Бірақ алайда сұрақ әлі туындайды, түйткілді сұрақтар ауыл болғаннан кейін бізде құрылыс жазда жүреді, үлкен бюджет есебінен жәнегі проекттер, жобалар іске асырылып жатыр, оның бәріне құм-тас қалай алынады, қайдан алады деген. Сондықтан бұл карьер мәселесі әлі шешімін таппаған жоқ. Мамыр айында Тарбағатай ауданының сотында Теңіз Теміров пен Асел Мержақып, Мержан Темірбек, Кабира Дәулет деген жігіттер сотта жауапкер болып тартылды. Аудандық аурухана басшысы аурухананың іскерлік беделіне нұқсан келтіру ісі бойынша аудандық сот аурухана бас дәрігерінің талап арызын қанағаттанусыз қалдырды. Маусым айынан бастап Ақжар ауылында салынып жатқан бір қабатты шығыс үйлерді басты назарда ұстадым. Себебі өздеріңіз білесіздер, 20-шы жылы салынған, 22-ші жылы салынған Толағай ықшам ауданындағы аз қамтылған бір қабатты шығыс бағдарламасында аз қамтылған көп балалы отбасыларға арналған үйлердің көп дефекттер болды. Бұл дефекттің бәрі устраняться еткен жоқ. Былай болды, төбесін жылғап беру, ол Қожахметов Қайраттың тарапынан жарайды жақсы көмек көрсетейін деп барлық үйлерге 5 сантиметр және жылғап берді, есігін жөндеп берді, терезесін жөндеп берді, мамандарды шақыртып. Бірақ әлі де үлкен кеткен трещиналар, ол фундаменттар, фундаменттан бастап терезенің астында кеткен, бұл әлі устраняция етілген жоқ. Сондықтан ендігі салынып жатқан үйді өзім тарапынан сол бақылауда ұстадым. Кеткен кемшіліктерді дер кезінде үнемі жоюға бақылауда ұстадым. Таңертең барып және өзбек болсын, өзіміздің қазақтарға да айтам, ана өзбек қолды жоқсыздар ма, сол сияқты салсаңыздар деп. Даже бір үйді кеткен кемшіліктерді көрсетіп кеткеннен кейін бұзып қайтадан салды. Қазіргі таңда сол үйді
елге отырған отбасылар үлкен рахметін айтып жатыр. Маған емес, конечно, бірақ барлығы довольны, что қыстан үйден жылы шықты, көмір аз кетті, рахметін білдіруде мердігерлерге. Енді осының барлығын ойлаймын, бұның барлығы жәнегі қадағалау бақылауда. Себебі мердігердің өзі Қанат деген жігіт, енді фамилиясын білмейді екенбіз. Бізде үй салудың мәдениетіне үйреніп жатырмыз. Айтқанымыз дұрыс, себебі даже семейден келген мердігер айтты, рахмет сіздерге, өстіп қадағалағандарыңыз. Өзімізде де жауапкершілік болу керек, бірақ үй салу, құрылыс жүргізу мәдениеті енді қалыптасып жатыр деді. Енді ЖКХ башысына мына салынып май айынан бастап ЖКХ башысына 24 жылы салынған біздегі үйлерге байланысты оның конкурс негізінде жүрді ғой. 3 мамырда Тарбағатай газетіне бұл жарияланған. Оған бұл мәселе неге айналыстым? Себебі бұл 3 мен 8 арасында конкурс өту керек екен. Ал газетті адамдар қолына 13 мамырда алған. Енді конкурс болып жатыр, болмай жатқан басқа адамдар білмейді ғой. Сондықтан маған телефон шалып, ауызша өтініш білдірді. Біз неге сол конкурсқа қатыса алмадық? Бізде сондай үй салатын біздің де шамамыз бар еді деген. Алайда конкурс өтіп кеткен, сондықтан ЖКХ басшысына конкурс қандай өтті, мына документтерді сұрағанмын. Бірақ жәнегі енді осыған байланысты конкурсқа қатысқан құрылыс салушылардың тізімін сұратқанмын. Конкурстан өткендердің құрылыс монтаждау жұмыстарына мемлекеттік лицензия көшірмесі, конкурстан өткен құрылыс салушылардың қайсысына қанша үй берілген жөніндегі тізімі, конкурс өткізген комиссия құрамының тізімі, конкурстарда оның көшірмесін сұрағам. Алайда өтінішпен жібергенмін, кейіннен курсқа барған мемлекеттік қызметкерлер оқытатын курсты депутаттық топ болып сонда оқыдық. Сол кезде айтқан, сіздер оқыту арқылы мәслихаттың базасы арқылы жібересіздер. Себебі өтініштен жіберген жауабыма толық ЖКХ-дан толық жауап ала алмадым. Каждый раз жауап келеді, оған қанағаттанбай қайтадан жіберем. Сөйтсем ең соңында маған ЖКХ басшысы жазады, сіз ресми түрде сұрамыз деп. Сонда мен таңғалдым. Өтінішпен жіберсем ол ресми болмаса, сонда қай не арқылы жіберу керек екен? Сөйтсем ол мәслихаттың облысы арқылы жіберу керек екен. Енді ол где-то желтоқсанда алдым, бірақ қандай да депутаттық сауал жіберсек, ол сол жерде актуальный болғандықтан, сол жерде енді бір айда келе жауап, сол уақытта мәлімет керек болады, ал алдай өткеннен кейін ол мәліметтің сондай актуальнысы бар ма жоқ па, уже жойып кетеді. Сондықтан кейбір жағдайда мекеме басшыларынан толық жауап ала алмайтынымыз. Және де соның ішіндегі депутаттық сауалында салынған жатқан үйлердің жоғарғы органдармен келісілген архитектуралық сызбасын көшірмесі, сметаны толық көшірмесін сұралғанмын. Себебі бұл үш шартты жасалған УФД келісім шарттың көшірмелері сұралды, бірақ бұған мен толықтай жауап ала алмадым. Салынып жатқан үйлер үнемі бақылауда болды, сын ескертпелер айтылды. Енді мердігерлермен үнемі байланыста болып тұрдым. 17 шілде депутаттық топ болып Ақжар Шілікті 93-108 шақырым салынып жатқан жолды көріп қайтып, кемшіліктерді айтып, ескертулер жасалды. Тұрғындардың өтініші бойынша барамыз. Ол жәнегі сол аумақта тұратын тұрғындардың. Енді осы екінші рет сол жолға қайтадан бардық. Оның жол салу барысы қалай болып жатыр екен, кемшіліктер жойылды ма жоқ екен, ол жәнегі июльде бардық. 19 июльде бардық. Смета бойынша жолдың ені 10 метр екен, алайда жәнегі айтамыз ғой, обочинада 1,5 метрден қалу керек екен, екі жақтан сонда 3 метр. Сонда ойлаңыздар, 7 метр, 10 метрге рассчитывать, 7 метр асфальтталса, екі жағында екі обочина 1,5 метрдің, кейбір жерде 1,5 метрді көріп, тіпті асфальт салынып тұр, мынада труба өтіп жатыр ғой, обочина деген мүлдем жоқ. Мердігерлерге айтқанбыз, мына трубаның үстіне хотя бы бір цемент қоясыздар ма, бір нәрсе қойып, обочина жасау керек екен. Енді ол кейбір айтқан сын ескертпелер жойылды, кейбір сол бойынша қалды. 22 июнь Ақжар ауылының округ әкімімен орынбасарымен атқарылып жатқан жұмыстар
талқыланды. Өз тарапынан Мұратбаев, Қамысбаев, Байсейіт көшелеріне мүлдем жарықтанбаған туралы келесі жылға жоспарға қойып керектігін тарттым. 25 жылы Қамысбаев көшесі жарықтандалады дедік. Ақжар ауылы бойынша аралап өшіп қалған лампаларды санап шығатынымыз және оларды тиісті мезгілде айтып отырдық дер кезінде. Ақжар ауылындағы Мұхамади Қабанбай көшелеріне жасалған орташа жөндеу жұмыстарын қадағалап, кемшіліктерін ескертіп отырдық. Енді мына Қабанбай көшесінің соңы ең аяғы асфальттанбаған, ол жерде асфальт төселді, жарықта тартылды. 27 август күні Ақжар ауылының бір оқушыға мектепке жол акциясы бойынша өзінің атын атамауға өтініш білдірген азаматтың атынан оқу құралдарын бір оқушыға табыс еттім. 7 сентябрь күні ипподром жаққа тұрғындарды ұйымдастырып, республика бойынша жүріп жатқан Таза Қазақстан акциясына аясында сенбілікке шықты. Мектеп ықшам ауданында үй салып жатқан мердігер және жиналған қалдықтарды полигонға апаруға уәде етіп, және уәдесіне тұрып апарып тасымалдап тастады. Бір керемет сонда сенбілік өтті. Сол жерден көршілеріміз дейміз, сол аумақтың кісілерін бәрін салақанда жинап, бір жағынан айтып, шырқынан бәрін біз неге лақтырып жатырмыз. Барлығымыздың өзіміз саналы түрде мусорымызды далаға тастамасақ деген енді нелер болды. Бірақ енді және салынып жатқан үйлердің отходтары болды. Одан кейін жел соққаннан кейін жан-жақтан ұшып келетін де бар. Одан кейін ипподром болғаннан кейін жол жөнекей, бутылка, пивоның қалдығы, анау даже памперсқа дейін жолда пакет болып тастап кеткен. Енді оны басқа бір инопланетяндар алып келіп тастаған жоқ, өзіміздің Ақжардың халқы. Ендігі осы акцияға қатысқан көшелердің балаларға алғысым шексіз, бір ауыздан бірлеп үйлерін аралап шықтым. Осыған шықсаңыздар дедім, барлығы және пакеттерін алып, арбаларын алып, мөшектерін алып, барлығы бір адамдай бәріп шықты. 14 октябрь Туғыл ауылдық округі Қызылқайыр учаскесіне барып қайттық, және кең орында барлау бұрғылау жұмыстарына танысып және куә болдық. Енді қарап отырсақ, бұл жерде рекультивация жұмыстары жүргізілгенін көрдік. Жолды кеңейту мақсатында жол жиегінде өсіп тұрған ағаштар күрелген, су арнасына қарай ауыл тұрғындары өз наразылықтарын білдірді. Бұрғылау жұмыстарына пайдаланып жатқан реагенттер Қытайдық екен. Бұл сонда сұрайын, бұның бәрі және бұрғылау жұмыстары жасалған, бірақ маңайын бәрінде жәнегі топырақ ішіне түспеу үшін реагенттер қосылған екен. Қытайдың сөзіне жазылған. Бірақ шын мәнінде қағаздарында бентамид дедік қой, және бізде шығып жатқан бентамид материалы пайдалану керек екен. Бірақ бір көкшіл, бір заттар сыртта аққан, оның бәрі сол жерде қалған. Енді бұл да біздің жәнегі экологияға нұқсан келді деп есептейміз. 24 октябрь Рысқұлов көшесінің орташа жөндеу жұмысын қарадым. Және де Рысқұлов көшесінің ең бас жағына барсақ, тура қиылысы екі жолдың Молдағұлов көшесінен Рысқұлов көшесінің қиылысындағы тура қиылысы тұр ғой, Перекрестік дейміз ғой, мына ортасында тас жатырды, асфальт мына жақтан басталды. Бір жағынан бұл тасының кесек-кесегі жатыр, бұл аварийный ситуацияда туғызуы мүмкін. Бірақ енді неге толықтай Рысқұлов көшесі басы аэропорт жақ дейміз ғой, содан бастап неге асфальттамады десек, ол аяғына және бақшалар кететін. Ол генпланда бақшалар болып тұратын, сол жаққа жасалынды, себебі ары қарай мектеп ықшам ауданы басталады дейді. Бірақ енді оған да өзінің бөлек километражы бар болатын. Бірақ мына жақтағы Рысқұлов көшесінің басында тұрған халық, менің сайлаушыларым, біз не сонда, біз мына мемлекеттің біз қалдық па, неге не светі жоқ дейді, не жолы дұрыс емес, сонда біз кімбіз? Біз неге Ақжардың ішіндегі бөлінген бюджеттен біз тыс қалып отырмыз деген наразылықтарын, шағымдарын білдірді. Қазіргі таңда ол жерде тура сол Перекрестік асфальттанды, ары қарай аэропортқа қарай свет жарықтары тартылды. Қараша айында 40 сағаттық мәслихат депутаттары біліктілігін арттыру курсынан өттік. Ол өзі 80 сағат болу керек екен, бірақ біз 40 сағат өттік. Ең надеюсь, келесі тағы соңына дейін өтетін шығармыз. Жылда өтетін, өздеріңіз білесіздер, 94 жыл Ақмектеп ауылының информатика пәні мұғалімі Темірбек Күмержанның бастамасымен менің қостамамен қостап Сәбира Мұхамеджан қызына арналған мүшайра депутат емеспін, тек қана
осы мәселемен айналысып Сабира Мұхамеджанқызына арналған қаһарман қазақ қызы мүшәйрасын ұйымдастырғанбыз. Ол енді жылда өткізіліп келеді. Ары қарай бұл Ақ Жол партиясынан қолдау көрсетіліп, осы неге республика деңгейінде соңғы рет Алматыдан бірнеше оқушы орын алды. Сөйтіп, енді болашақта осы мүшәйраны мектепте істейтін мұғалімдерге 514-ші бұйрыққа хотя бы бірінші ауданда бекітіп, өткізіп, одан кейін облыс деңгейіне, кейін республика деңгейіне тізіміне кіргізсек деген. Енді осы мүшәйраға жылда өзінің демеушілік көмегін көрсететін Болат Нұрпейісов, Қожахметов Қайрат, Таинов, Абен, Мұхамадиев Ербол қатысқан. Сол кісілерге алғысым шексіз. Болат Нұрпейісов облыстық мәслихат депутаты, табысты болыңыз. Сіздердің оқушылардың көзін ашып жатсыздар. Алғысым шексіз. Өзіміздің Тарбағатайдан көп оқушылар қатысып, және материалдық сыйлық алып жатыр. Енді 14 тамызда менің тарапыма әлеуметтік сала және тұрғындарды әлеуметтік қорғау депутаттық өкілеттілігі этика және заңдылық жөніндегі тұрақты комиссия отырысында аудандық аурухана басшысы Елжан Манабековтан облыстық мәслихатына шағым түскен. Этиканы сақтамау, жұмысқа кедергі келтіру бойынша аталған тұрақты комиссияда шағым қаралды, бірақ негізсіз болып есептелінді. Енді бұл мәселеге неге тоқталып отырмын? Себебі өтініш түспесе, халықтан ешқандай шағым түспесе, албатты ешкім ізденіп бармайды бір жерге. Сондықтан қандай да бір жұмысты біз өтінішке негізге аламыз, ауызша болсын, сол өтінішпен және жұмыс жасаймыз. Одан кейін этика бұзу дегеніміз не? Ол сол организацияға келіп, баса көкпек келіп, немесе біреуге айғайлап, және бір сөздер айтып, өзінің жаман бір іс-қылығын көрсету емес, басшысына кіреміз, рұқсатын аламыз. Одан кейін больница болсын, қандай мекеме болсын, аралап шығамыз. Енді ешқандай этика бұзып, дөрекілік көрсеткен жоқпын, бірақ енді осындай мәселемен жұмысқа кедергі келтірді деген шағым түскен екен, бірақ енді ол қанағаттандырусыз қалдырылды. Енді 25-ші желтоқсанда бізде сессия болды. 27 сессиядан кейін жаңа жылға бөлінген қаражат бойынша енді бізде Ақжар ауылы бойынша 11 миллион бөлінген, 12 миллион даже 10 миллионнан астам бөлінді. Сол бойынша 27-ші желтоқсанда бізде паркта қандай жұмыстар жасалды, себебі жаңа жыл таяп келе жатыр деп осы мәселені қарап өткенбіз. Жәнегі шырша бізде шырша бар болатын, бірақ екінші шыршаны жәнегі Бетауылға орналастырды. 400 мыңға бөлінді. Енді мынандай сұрақпен сол кезде сессияда біз неге жаңа жылды тойлау керекпіз дедік. Онда енді депутаттардың тарапынан бұл енді дәстүр болып кетті, тойлансын дедік. Сонда айттық, енді өзіміздің қазақтың жаңа жылы бар ғой, Наурыз мейрамы. Соған жылда біз бір киіз үй алып отырсақ, себебі киіз үйге біз киіз үй құрамыз, мен осыған басамаған беріп отырмын, себебі мектептерде киіз үй құруға, тағы басқаға бюджеттен ақша бөлінбейді. Ал енді өздеріңіз білесіздер, мұғалімдерден ешқандай да бір ақша жинамау керек. Қазір ол өзі қандай да бір қаржы жиналса, ол уже артында ол сауал бар. Сондықтан неге біз жәнегі аудан әкімінің тарапынан осындай киіз үй құрасыздар деп тапсырма беріледі. Содан әйтеуір арендаға аламыз да құрамыз, немесе бір танысымыз табамыз. Енді менің сол кездегі қойған сұрағым болған, ұсынысым болған. Бұл ақшаны жаңа жылдың безендіруіне және шыршаға емес, хотя бір жылда бір йорт алып болсақ, киіз үй алсақ, ол біздің өзіміздің базада тұрады, бұл балансымызда тұрады. Ешкімге және ауыртпалық түсірмей, аудандық және сельский округта тұра келсе, киіз үй тұрушы еді, сонда ешкім ренжімеуші еді. Осындай сұраққа тоқталғаны. Келесі, енді 23-ші жылда түскен өтініш бойынша жұмыс жасалынып, Омарова Гүлнар 2-ші группадан 24-ші жыл 1-ші группаға шығарылды. Енді осы жерде аудандық аурухана башысына үлкен алғысымды білдіремін. Елжан Манабековна осы сізге қатысты кісі инвалидтар группы, бірақ қазір пожизненно берілген, бірақ больницаға келе алмайды. Елжан Манабековна телефонмен хабарласып еді, жақсы деп барлық мамандарын тартып,
үйлерінің анализін алып, енді осы жылы бұл кісі 24 жылы втектен өтіп, бұл кісі бірінші группаға шықты. Енді алғысым шексіз. Енді жұмыс болғаннан кейін кемшілік те болады, бірақ енді жеткен жетістіктер де бар. Желтоқсан көтерілісінің құрбаны Сабира Мұхамеджановаға Ақжар ауылынан көше беруге қатысты 550 тарихи тұлғаның қатарына жатқызуға құжат жинау бойынша сессияда айтылды. Бұны Ербол Жанибекұлы да бұл кісі айтқан. Сіз ана Мұхаммадиев көшесінде бердіңіз? Және мектеп ықшам ауданында, және Толағай ықшам ауданында беріп тұр ол көше. Мектеп ықшам ауданында Сабира Мұхамеджан атындағы көше беру дегеніміз. Одан кейін бұл мәселе Сабира Мұхамеджан қызы 550 тұлға, тарихи тұлғалардың қатарында жоқ деді. Кейін бұл ұсыныс тасталып, ономастикаға жіберіліп, 550 тарихи тұлғаларына кірді. Одан кейін облыстық мәдени басқармасының мамандарымен кездестім. Сол кезде, мен как раз курста жүрген кезде, сол кісілермен кездесіп, бізде Гүлжан Казимова болған, өзіміздің табағдай сол кісі айтты, база ашылды, енді құжаттарын жинай берсін, уже көше беруге жұмыс жасауға болатын. Бірақ каким-то образом база жабылып қапты, бірақ алда жәнегі мектеп ықшам ауданындағы бір көше беріле ме, екі көше беріле ме, бұл да бұл халықтың ұсынысы деп ойлаймын. Енді өздеріңіз қарап оқысаңыздар, сонау Зайсан ауданында біздің қаһарман қызымызға көше берілген, ал енді өзіміздің ауданда бір көше жоқ енді. Өскеменді алсақ, ана Ақмешіт жақтама бір кішкентай көше берілген енді. Былай қарасақ, енді осындай тұлғалардың арқасында тәуелсіздігіміз келген, біз соны ешқашан ұмытпау керекпіз. Қабанбай көшесінің аяғы асфальттанды, жарықтандырылды. Ақжар ауылына қатысты қатты тұрмыстық қалдықтар жинайтын полигон немесе тазалық мекемесін құруға байланысты өткен жылы мен өзінің есебінде оның алгоритмін Ернар Серікболсынұлымен сөйлескенбіз. Дәуітбек аға айтқан, Ернардың курсқа барып келеді, сол жерден бәрін біліп, ол алгоритмді біз қарадық. Енді қазіргі таңда мәслихатта тарифі ұсынылып бекітілді. Енді НПО-да оны өту керек, одан кейін мердігерді анықтап, арқада жұмыс жүргізіледі. Енді өзінің 19 депутаттық сауал жолданыпты, 5 кездесу өтіпті, енді жазғы уақытта. Енді кездесуге байланысты айтатын болсақ, ауыл акиматының кездесуін ұйымдастырамын. Среда күні, сәрсенбі күні сағат 3-тен 5-ге дейін. Алайда енді адамдардың өтініштері болмайды, шағымдар болмайды, үлкен сұрақтар болмайды. 2 сағат тапжылмай отырамын, кейбірде кісілер келіп жатады. Сол кезде және дәретхана мәселесі болған, одан кейін енді осындай мәселелер болған. Оны тағы да өткен жылда айтқанмын, дәретхана частный собственность, потому что көшеде салу жердің бәрі білесіздер, жеке меншікте, қазір ешкім өзінің территориясына туалет салмайды, оның содержаниясы бар. Одан кейін ол талаптарға сай болу керек. Жәнегі өзіміздің Қазақбай сияқты ағаш туалетті қойып, оның ішіне кім тазалайды, үнемі тазалық ұстау, ол үшін адам ұстау керек жұмыста деген сияқты. Сондықтан қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, әр кафелерде салынып жатқан, ашылып жатқан кафелерде туалеттері, қол жуатын жерлері барлығы бар. Енді ол жақта ешкім кедергі жасап, кірмейсіз, дәретханаға отырмайсыз деген иелермен айтылып жатқан жоқ. Енді мына Адал деген өзімізде супермаркет ашылды ғой, соның ішінде ақылы туалет ашылған, бірақ біздің халық енді тегін кіргісі келеді. Қалада жүрсеңіздер де туалетке өзі тегін ешкім кіргізбейді, ол бәр жерде оны жуып шайылуын барлығы ол еңбек енді. Сондықтан біздің халықта енді тегін отырғысы келеді, наверное, енді оған жуып шайылғысы келеді, сондықтан есіктен жауып қойыпты. Енді сессияларда бірнеше мәрте мәселелер көтерілді. Енді тағы да біздің WhatsApp желісі дейміз ғой, WhatsApp желісінде бірнеше депутаттар осыған қарсы болыпты, мынаған қарсы болыпты. Мен 27-ші желтоқсанда Жаңаауыл ауылында өткен сессия өткен, қозғалмалы сессия. Сол кезде Ақжар ауылының округінің жаңа тілеу жәнегі физический пунктіне 8 миллион бөлінеді деген, сол кезде мен қарсы болғанмын. Қандай негізде біз оған ондай қаржы бөлеміз, себебі қандай да бір медициналық пункттер, олардың барлығы денсаулық басқармасына қарайды, ал біз бөліп отырмыз қаражатты бюджет тарапы, жергілікті бюджеттен. Сондықтан 8 миллион далада жақтан жоқ.
енді ол жерде ремонт жасауымыз керек, иә түсінеміз, себебі оның үшін су келген тағы басқа, бірақ ол жергілікті бюджетке бөлінетін қаражат емес, ол облыстық бюджеттен бөлінетін қаражат, сондықтан осыған қарсы болғанмын. Бірақ біздің атқан үйлердің уәждері болды, біз оны пока өзіміздің балансымызға аламыз деді. Иә, Дәтбек аға, балансымызға аламыз, ремонт жасаймыз, қайтадан және денсаулық басқармасына өткіземіз дейді. Енді бұл жерде заңды ма бұл? Осының бір жерін қарау керек, заңдылықтарын қарау керек, ондай істеуге бола ма? Ол практикада бар деді, бірақ ол практикада болғанымен ертең заңсыз болып кетпей ма? Одан кейін келесі мына аудандық аурухананың аумағында аллеяға және қаржы бөлу болған 30 миллион. Оған да қарсы болдым, себебі тағы да осы вопрос, ол территория бізге тиісті емес, оның заңдылығын анықтау керек болатын. Бірінші, заңды ма, ол жер ақысы бар ма, жоқ па? Одан кейін ол және айттық қой, здравоохранение жалпы Тарбағатай ауданындағы барлық жер ол бізге тиісті. Бірақ ішін біз ремонт жасай алмаймыз, ал енді ауласында қазіргі таңда аллеяны және жасауға қарсы болдық деген, ол бірінші жер нақты телеотекасын нақты, оны жасайтын болса келесі жылға да жасауға болады. Енді өзімнің сұрауым бойынша бірнеше сессияда осыны сұраған, Ықшам ауданына ойын алаңын жасау болатын, ол 24-ші жылы приобретениемен алынды, бірақ әлі жасалынып жатқан жоқ. Ақжар ауылдық округінің территориясына жатыр. Енді осыны Дәуітбек аға қолға алып жылдамдатсақ, себебі күннің астында жатыр, жаз деген зыр етіп өте шығады. Сол сияқты проблема біздің мектеп Ықшам ауданы. Ол Мадияр деп айтып кеткен, өзі Мадияр ойын алаңы деп кетіпті. Баймолдин Мадияр сонымен айналысқан ғой, содан уже Мадияр ойын алаңы болып кетіпті. Күлеміз, оның да аты бар ғой деп. Ол да приобретениемен алды. Ол өткен жылы болған, бірақ осы жылы әлі жасалынған жоқ. Қарап отырсақ, қандай да бір жұмыстар сәуір айында күн жылы болды, дәл жылдан жасасақ, сонда жаз бойы балалар ойнаушы еді. Біз тағы да күзге қаламыз, күзде ешкім ойнамайды, сол қалып қалады. Енді содан кейін тағы да депутаттық сауал жолдағанмын. Бұл тау-шаңғы комплексінің бойынша жылдың басында ақпан айында бұл тау горнолыжный комплекс дедік қой бізде қырдағы. Сол мәселесін облыстық спорт комитетіне жіберген. Бұл кімнің балансында, себебі біздің жергілікті билік басшыларының тарапынан бұл сұраққа мен жауап ала алмадым. Кімге тиесілі, кімнің балансын деген. Сөйтсе ол және біздің өзіміздің мына атқомный спорт дедік қой, соның балансын екен. Енді штаб жоқ деген сөз берілді, неге жұмыс жасамай тұр, оның трансформаторы бұзылды деді, анасы деген көп оправданиялар айтылды. Бірақ бізде мынандай сұрақ туындайды, егер де біз бір дүниені жасайтын болсақ, неге алдын ала жұмыс бола ма, штаб бола ма, болмай ма? Енді халықтың ақшасы далаға кетпеу керек қой, содан жазыпты, оған 9 миллион кетті. 9 миллион болса да ол халықтың ақшасы, ол өзіне тиісті мақсатпен жұмсалу керек. Кейін тағы да өзіміздің халықтың тарапынан неге мына қырға барып бүкіл дүние жасалынды, неге қырға барып сырғанамаймыз дегенде, содан желтоқсан айында депутаттық сауал жолдаған, содан бір-екі күннен даже бір аптадан кейін ол қысқа жұмыс жасатынын білесіздер. Алайда ол жерде лыжы білесіздер, қаншама көп обмундированияның барлығы алынған. Бізде профсоюздің өзі көбінесе жинаған несі болады, лыжнядан жарыстар болады, сонда мектептерде лыжы болмайды. Сонда хотя бы келіп лыжы теуіп үйренсек дегендер бар. Бірақ оның барлығы қайда, кімде екені белгісіз. Алынды, сатып алынды лыжының бәрі, обмундированиямен өзі біздің Қайдар ағалар бәрі видеоға түсіп білесіздер ме? Міне алып жатырмыз деп бәрі көрсеткен, ішін ашылуын жасап. Енді қазіргі таңда ол сөйтіп жұмыс жасап тұрған жоқ. Одан кейін келесі депутаттық сауал жолдаған, жылдың соңында ол тұрғын үй бөлу бойынша. Мына 16-24 жылы берілген үйлердің 16 желтоқсанда берілді ғой, Нұрхан екен оны. 16 желтоқсанда берілді ма? Үйлер сөйтіп бөлінді ма? Иә, сол кезде берілді, сонда көп адамдар, 2-3 адамнан маған шағым түсті, және тұрғын үй жилищные отношения заңы бойынша біз учетта тұрмыз, многодетная мама, 7-ші баласының аяғы ауыры, 22 неделядан асып кеткен, бірақ мен үйсіз қалдым деп жорғадан шықты. Сонда осы вопроспен айналыстық. Одан кейін екінші тағы бір өтініш беруші бұл Қамысты ауылынан.
одан кейін өзіміздің Ақжардан Қапшықұров істеген екінші топтардың үйде қазіргі таңда оның үйі жоқ, анасымен бірге тұрар, жалдамалы үйдің өзі, енді анада тұру мүмкін емес, бірдің астында қалса, енді масқараны шығады деп ойлаймын. Осыны қанша созсам да, осыны көтерсем де бір несін таппады. Жуырда Талант Бақбекұлымен сөйлесем, және Шолғанның мамасы, 6-шы бала дедім, 7-ші баласы мамасы Мұсамаша, сол кісі сол Шолғадан үй салуға келісіпті, енді Шолғадан салады екен. Енді қамысыздығы бар, енді проблема бізде Қапшықұрықта бұл. Енді осы жолы бір субботамды арнап, күн ыстық екен, күйіп кетті шынында да, шляпа киіп шықтым, ана бәрәмәйді аралап шықтым, әрқайсысын үйіне кірдім. Сонда қарасам, 5-6 үй бос тұр. Тек қана штор тарылған, өте жүрегін алған қанша мұқтаж адамдар бар. Сонда бұл кісілерге үй керек жоқ па. Талант Бақбекұлын айтты, 16 желтоқсанда, 16 маусымда 6 ай болады, 6 айдан кейін ешкімге керек жоқ болса, онда мұқтаж адамдарға қайта таратылсын. Енді қараңыздар, қыста берген үй керектер сол моментте кіріп алды сол үйге. Ал қазіргі уақытта мына штор тақып қойған тек қана бір мебель де жоқ, ойлаңыздаршы. Қанша адамның квартирасы монтировка жоқ. Обал ма енді? Біреулер даже неше түрлі айтады, оның үйі, анасы бар, жарайды. Біз факты, заңдылыққа қараймыз, сонда тіркеді, үйі бар ма жоқ екен, соғын бәріне қараймыз енді. Осындай жұмыстар жүргізілді, тыңдағандарыңызға рахмет. Потом маған кеше бізден объявление жасалады ғой. Осында есеп беру деген кезде аудандық ауруханадан сұрақ туындапты, сұрақ беріпті, гемодиализге қатысты. Жақсы, бұл өте орынды сұрақ, және олардың есімізді айтып жатырмын. Осымен жұмыс жасайықшы. Жұмыс жасадым. Шамшидиновқа бардым, областной ең главный біздің нефролог дейді ғой. Облыс бойынша нефролог мамандар жеткіліксіз екен. Және гемодиализді ашу үшін алдында мен емде айтқанмын сіздерге. 23 жыл сіздер болған жоқсыздар. Қазірде сіздерге айтып берейін, осыған сіздерге сұрақ болды ғой. Осыған байланысты жәнегі Елжан Манарбекұлына мен сауал жібергенмін. Бізде қазіргі таңда 23 жылы неше адам гемодиализдің тізімін бермешті. Сол кезде 3 адам тұрген, қалғандардың бәрі қайда кетті деген, Ақсуатпен бірге болғанымызда 12 адам болыпты. 10 адам біздің Тарбағатайдан, 2 адам Ақсуаттан болыпты. Қазіргі таңда Ақсуатта гемодиализ орталығы ашылыпты. Енді соның опытымен Болат мырзамен барып, қалай ашуға болды. Ол жағда 6 адаммен ашылыпты. Бізде қазіргі таңда 3 адам екен, бірақ жыл сайын саны артып келеді. Енді гемодиализ, енді ол кісі маған сұрақ беріпті, мен сұрақ жібердім, енді мен қайтадан сұрақ беріпті, сіз не істеп жатсыз деп. Мен Шамшидиновқа бардым, Аты-жөнін фотосымен барып, екеуміз 2 сағат отырдық. Хотя оның қанша адаммен болса да өте мықты азамат екен, тәмпіштеп бәрін түсіндіріп берді. Сонда айтылғаны, Шамиль Владимировичпен кездестім, Шағалақ және частный клиникаға да бардым ол кісімен, потому что біз қай жерде осы гемодиализ ашылса, бізде помещение бар ма жоқ па. Сөйтсек, ол кісінің ішінде помещениесі бар екен, өзінің зал бар екен, тағы да немесі бар екен. Бірақ оның бәрі сәйкес емес екен, помещениені үлкен талап етеді екен. Сонда бірінші не болу керек? Су тазалау жүйесі болу керек екен. Бұл гемодиализдің шөбі дейді, оның құны 40-70 миллионға жетеді екен. Типтік бөлме болу керек екен, 13 бөлме кетеді екен сонда. Анан каждый бит кеткен кезде. Енді кішкентай болса да, су тазалау, су ерітінділері, басқа да шығатын заттарға жеке бөлмелер болуы екен. Жоғары сапалы мамандардың болуы, нефролог дәрігер болады екен, диализ залы дәрігер болуы екен. Олар барлығы нефрологтардың сертификатталған үшін. Лицензия нефролог дәрігер болмаса берілмейді екен. Ал облыс бойынша бұл мамандық тапшы екен, маған екен. Ал аппараттың құны 5-7 миллионға не. Осының барлығы мысалға келтіріп, мемлекеттік кабинет ашу тиімсіз дейді. Екенін айтты, 10 адам қайтып келуі, мысалы, Тарбағатайлықтар жүр ғой жан-жақта, ықтималдығы төмен екенін маған дәлелдеп берді. Ал облыс бойынша 3 жеке клиника жұмыс жасайды екен. Облыс бойынша бізде 3 жеке клиника. Олардың өздерінің вложениесін оларға жасау керек, оларға помещение беру керекпіз. Ал қазіргі ауруханада помещение бар ма сіздерде? Осындай ауқымды 13 бөлмеге дейін ететін. Және вода очистная, ең главный бұның су жүйесіне тазалау өту екен. Ең главный сол екен. Ол жәнегі жүргі дейді, гемодиализдің. Вода очистная система дейді.
Енді осы бойынша мен айтамын, енді Ақсуатты ашып жатса, ол жақта 6 адаммен ашса, бізге неге осыған жұмыс жасамасқа? Ол жақта кәдімгіше больницаның ішінен ашты. Мына Ақсуатта да больницаны ашқан ғой дейді, білесіздер ме? Больницаның ішінде ашылды ма, жоқ басқа помещениеде ашылды? Жаңа больница ашылды. Ал, Жаңа больница бар өзінің ішінде. жаңа, енді ол жаңа дегеніміз оның өзі 1-15 жыл болған. Жақсы, онда біз соның опытымен қалай жұмыс жасап кеткен, сонымен беспен, сонымен осымен жұмыс жасап, облыс деңгейінде және мәслихатта шығарсаңыз, бұл үлкен себебі жылдан жылға бізге көбейіп келе жатыр. Жақсы, сұрақтарыңыз бар болса, рахмет тыңдағандарыңызға. Мен сұрақ бар. Микрофон. Естиме сіздерде? Естиме ме? Микрофон